Жалпы мына жемқорлық деген дүние кез келген салада бар. Бұл заманның дерті деп айтсақ та болады, себебі жақсы мамандардың өсуіне кедергі болуы мүмкін деген сияқты. Зияндар өте көп. Біз жалпы осы замандастарымыз жастар, 50 жылда ел жаңа дейді. Жастар осындай өскелең ұрпаққа бұл нәрседен арылудың жолын табуымыз керек. Мен жалпы өз басым түбегейлі бұндай нәрсеге қарсымын. Және де өз замандастарымды, жақындарымды, достарымды бұндай нәрседен аулақ болдым. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Жалпы бір тақырыпта сөз қозғағым келіп отыр. Қазақстан елінде әдетке айналып кеткен жағдайлардың бірі ол сыбайлас жемқорлық. Жалпы өз басым сыбайлас жемқорлыққа өте қарсымын. Қазақ елінде бұл жағдайға байланысты күрес жүргізіп те жатыр, әлі де жүргізуде. Сондықтан баршаларымызды сыбайлас жемқорлыққа қарсы болып жүрулеріңізді шақырамын. Жалпы біздің елімізде, қазақ елімізде соңғы кездері жемқорлық, пара беру, пара алу деген қатты дамып баратыр. Негізі өз басым ондай нәрселерге қарсымын. Өйткені оның бәрі түрлі жамандыққа ғана әкеледі. Сол себептен барша долларларды естігенде қазақ елінде парақорлықтан, жемқорлықтан аулақ жүргіземіз. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, құрметті қазақ елі. Жалпы осы қазіргі таңда бір өзекті мәселелердің бірі сыбайлас жемқорлық, пара беру, пара алу деген түрінен бір белең алып кеткен індет болып жатыр. Сондықтан мен осы Қазақстан жастарының өзінің әріптестерімді, бауырларымды осы індеттен алыс болса екен деген ниеттемін. Сыбайлас жемқорлықтан алыс жүрейік ағайын. Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ. Қазақстан еліміз, жеріміз көркейе берсін, жайнай берсін, өре берсін. Аман болыңыздар. Құрметпен Самал тобы. Ассалаумағалейкум. Біз қазір өсіп келе жатқан жастар, біздер жемқорлыққа қарсымыз. Егер мына заманда жемқорлық бола беретін болса, біздің өміріміз ары қарай не болады, не болмақ? Артымызда өсіп келе жатқан жастар, олар жемқорлыққа жол бермеген дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан